Сәлем достар. Бүгін қазір біз мамам екеуміз торговый центрға баратын боламыз. Мен сіздерге челлендж түсіретін боламын. Сол себепті маған міндетті түрде жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазір мен сіздерге өзімнің лукымды көрсететін боламын. Қалай киінетінімді. Мен қазір сіздерге астыма не киетінімді көрсететін боламын. Бұл бізде осындай сым, штаны, қара түстегі. Және де үстіме осындай ақ түстегі футболка кисем ба деп тұрмын. Бұл бізде гасинанка. Енді қазір мынаны үтіктеу керек. Достар, міне мен тағы да өстіп сағат қостым. Ал енді мынау менің қазіргі образым. Міне достар, біз мамам екеуміз бара жатырмыз. Мамам мені видеоға түсіретін болады. Достар, мен мамамның курткасын чискаға берген болатынбыз. Соны қазір алуға бара жатырмын. Енді қазір осы жерден өту керек. Мына пешеход бар ма, білмеймін. Қалай өтетінімді. Екі чиска деп тұр. Қалай өтем? Не достар, киімді алдық. Бұл негізі біздің қысты курткамыз. Мен келдік торговый центрға. Достар, біз кеше келген жерге келдік. Кеше осы жерге келіп қараған болатынбыз киімдерді. Енді қайтадан мамам үшін келген болатынбыз негізі. Енді мамам осы жерден көйлек ұнатып қалған болатын. Соны қайтадан ойланып, қайта осы жерге келіп киіп, енді қайтадан бұда алмақ. Ал мен Достар, біз міне осындай Вайкикиға келдік. Енді Вайкикидан мен қазір көзімді жұмып, бәріңіз білетін шығарсыздар, өстіп таңдайтын боламын. Мама маған стоп деп айтатын болады. Мен әрине қазір бірінші қай жерде нормальный киімдер бар, сол жерден таңдайтын боламыз. Қазір іздеп көріп жатырмын. Маған осындай полка ұнап тұр, өте жоқ, серый. Сәлем достар, Мерейдің подписчиктері. Қазір Мерейді стоп деп айтатын боламыз. Ал, кеттік. Айнаймыз. Стоп. Не? Достарынан қараңыздар, мен осындай спортивка таңдап алдым. Енді осымен қазір астыма енді сым іздеуіміз керек. Қосымша сары цветтен таңдап көреміз. Вперед. Стоп. Бізде осындай жейдей. Не? Анда вообще әйелдер спорт кетті. Солмайды. Не, достар, мен тағы да бір таңдадым. Енді тағы да үстіне образдар таңдадым. Стоп. Біз осындай свитер таңдадық. Міне достар, мен қазір осындай джинсыдан іздейтін боламын. Бізде джинсының көптеген выборлары көп. Ақылың жүрсе? Стоп. Стоп. Да, размер. Цвет вообще ужас. Ауыстырамыз. Стоп. Міне достар, біз Сомалиге келдік. Енді осы жерде мамам қазір маған стоп деп образ жасайтын болады. Стоп. Достар, бізде осындай салатовый түстегі штаны
Мен бұны енді осымен киіп көретін боламын. Міне достар, біз ол жақтан самодельмен дұрыс нормальный киімдер таппай жатырмыз. Және де көптеген размерлері маған сәйкес келмейді. Көбісі осындай үлкен размерлер. Достар, біздің мына жүргенімізге уже где-то 10 минуттан асқан шығар. Мына біз сымыздап жүргенімізге нормальный сым жоқ. Мынаны қараңыздар. Бәрі бір-бірімен араласып кеткен. Мен сондықтан өзім таңдай саламын ба деп тұрмын. Маған келетін размерлерден. Сонымен бірге образ жасай саламын, өйткені мынаяқтан көбісі менің неме келмей тұр, размеріме. Осындай таңдай көрсем. Міне достар, мен осындай киіп көрсем деп тұрмын. Және де осы джинсымен бірге. Біз 4 тал киім алдық. Енді может тақия қарай ма деп тұрмын, бірақ тақия қарайтын болса, онда курткамен бірге, самаймен бірге қарау керек болады. Бұл жерде куртка нормальный жоқ. Міне достар, мен примерочныйға келдім. Енді көреміз. Спортивка маған мүлдем ұнап тұрған жоқ. Прям вообще ужасно көрінеді негізі. Бірақ енді таңдалған соң соны кию керек. Сондықтан бұл менің стилім деп ойлап қалмаңыздар. Мен бұндайды мүлдем кимеймін. Тек қана сіздер үшін осындай киейін деп тұрмын. Сондықтан маған жазылып, қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бұл менің образым. Сіздерге жоқты өзі көрсетіп кетейік. Міне достар, бұл менің образым. Егерде сіздерге ұнаса, комментарийға жазып кетіңіздер. Басында бұны жаман көрінетін шығар деп ойлаған болатын. Енді қазір киюге болады деп ойлаймын. Ama sizin oyunuz қалай? Что? Маған жарасып тұр дейсіз? Жарасып тұр. Міне достар, мен сіздерге өзімді айнадан тағы да көрсетіп кетейін. Енді екінші образымды көрсететін боламын сіздерге. Мені мамам түсіріп тұрды. Бұны негізі спортпен заниматься ететін, жаттығу жасайтын адамдарға образ жақсы келеді деп ойлаймын. Енді осыны кием, және де сонымен бірге осындай джинсы кием, және де осындай джинсылар соңғы кездері трендқа кіріп жатыр. Көбісі осындай джинсы киетін болып жатыр. Мен сіздерге тағы да штанимен бірге көрсетіп кетейін. Негізі менің таңдағандарымның бәрі нашар емес сияқты. Міне достар, мен киініп болдым. Енді қазір маманың реакциясын көрейік. Осы соңғы кездері, осы 2023 жылдың модасында осындай қара түстегі джинсылар модаға кірді. Және де бұл бізде всегда осындай кофталар, свитерлер модада жүреді. Актуально де. Маған жарасып тұрған сияқты, мамамның мнениясын, ойын сұрап көрейік. Что? Бұда болып тұр? Ұнап тұр ма? Иә. Екеуі де образы жарасты саған. Достар, мен осыны және осыны және осындай штаныйды алатын болдым. Мамама менің образдарым ұнап қалды. Достар, біз үйге осындай шығарғыш алып жатырмыз. Осындай манго түрін алдық. Тағы да түрлері өте көп. Біз өткенде осындай сиренамен қолданған болатынбыз.
Енді манго түрін көбіректім. Біз міне шықты. Далада, оказывается, жаңбыр жауып жатыр екен. Biz машинамыздан ең шетке қарап тұрған болатынбыз. Достар, мен прям қазір қатты ұйықтағым келіп тұр. Қараңыздар достар, жапырақтар күшті болды. Прям кино болып түсіп тұр. Достар, мен сіздерге қазір обзор көрсететін боламын. Бұл бізде ең біріншісі осындай. Ароматизатор. Палочкасымен бірге береді. Мангоның исімен. Біз бұны әжетханаға қойып қоятын боламыз. Ендігі келесі бізде маған арналған киімдер. Сіздерге көрсеткендей киім. Өстіп қана көрсете салайын. Негізі мен сіздерге бұны көрсеткенмін, барлығын толықтай. Және де бағанағы алған штаны. Және ең соңғысы бізде жағанағы киген джинсы. Осымен менің видеом аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Лайк басып, комментарий қалдырып, және де маған жазылып кетіңіздер.